Достарым, видео басталмай жатып маған тезірек 65.000 подписчикке жетуге көмектесіңіздерші. Рахмет. Бұл оқиға біздің мектепте болған соң, мен ұзақ уақыт бойы қараңғыдан қорқып жүрдім. Тіпті қазірде түнде бір жерден суық леп сезсем, сол күн есіме түседі. Бәрі қарапайым әңгімеден басталған. Біздің қала шетіндегі ескі мектептің астында бір нәрсе бар деген сыбыс бұрыннан айтылатын. Ешкім нақты не екенін білмейтін, бірақ бәрі ол жерге жақындамауға тырысатын. Мектептің жертөлесінде бір нәрсе бар еді. Темір есігі тот басқан, үстінде кіруге болмайды деген ескі жазу ілулі тұратын. Мұғалімдер ол жерде сөз қылғанды да ұнатпайтын. Бірде тарих пәнінің мұғалімі жертөле туралы сұрағанымызда үндемей қалып, тек ол жерге сендерге керек емес, бармаңдар деп қысқа жауап беретін. Біздің сыныпта Алина деген қыз оқитын. Өте тыныш, үнемі соңғы партада отыратын. Көзінде бір мұң бар сияқты көрінетін. Соңғы күндері ол мүлде өзгеріп кетті. Сабақ кезінде бір нүктеге қарап, бірдеңе тыңдап отыратын еді. Жертөле есігіне жақындағанда салқын ауа соқты. Темір есік сықырлап ашылды. Төменге апаратын баспалдақ қараңғы дымқыл қабырғаларына су тамшылап тұрды. Біз телефонның жарығын қосып ақырын түсе бастадық. Төменде бір түрлі иіс бар еді. Ескі дымқыл шіреген сияқты. Бір кезде алыстан әлсіз дыбыс естілді. Алғашында жел шығар деп ойладық, бірақ ол дыбыс анық еді. Біреу жылап жатқандай. Алина, деп сыбырладым. Жауап болмады, бірақ жылау күшейе түсті. Бұрыштан өткенде біз бір қызды көрдік. Ол еденде отыр, шашы бетіне түскен, үсті ескі мектеп формасына ұқсайды. Біз жақындаған сайын ол басын көтерді. Оның көзі жоқ еді, орнында қара тесіктер ғана. Сендер де мені естідіңдер ме? Деді ол сыбырлап. Біз артқа шегіндік. Денеміз қозғала алмай қалды. Ол орнынан тұрып бізге қарай жүрді. Қадамдары естілмейді, бірақ жақындаған сайын ауа суып бара жатты. Мен бұл жерде жалғыз қалдым, деді ол. Олар мені осында жауып кетті, мектептің астына. Сол сәтте арт жағымыздан айқай естілді. Бұл Алина, бірақ ол бұрынғы Алина емес. Көзі бос, дауысы біртүрлі. Ол менің орнымды алуы керек, деді Алина. Жарық ұшып қалды. Біз жүгірдік. Қалай жоғары шыққанымызды білмеймін. Есікке жеткенде біреу қолымнан тартты. Суық, адам қолы емес. Біз сыртқа шыққанда таң атып келе жатты. Келесі күні мектеп жабылды. Ресми түрде жөндеу жұмыстары деп айтылды. Алина табылмады. Жертөле мүлде бетонмен жабылды. Бірақ кейде түнде сол мектептің жанынан өтсең, астынан бір қыз жылағанын естисің дейді. Ал кейде ол жалғыз емес.